Қоғамның әр мүшесіне қамқорлық көрсету маңызды міндеттердің бірі. Бүгінде белсенді ұзақ өмір сүру және тең қоғам орталықтары зейнеткерлер мен мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын арттыруға бағытталған маңызды әлеуметтік алаңға айналып отыр. Белсенді ұзақ өмір және тең қоғам орталығы Түлкібас ауданымызда 2022 жылдан бастап жұмыс жасап жатыр. Бұл жерге бізге зейнет жасындағы зейнеткер ата-апаларымыз келеді және де тең қоғам орталығына 18 жастан асқан мүгедектігі бар жандарымыз келіп қызмет алады. Сағат 9-дан келіп ол кісілер 4 сағаттай қызмет көрсетіледі. ЛФК-да айналысады, йогамен айналысады, тұз шахтасында болады, емдік фитошайларымыз бар, қолөнермен айналысады, кітаптар оқиды, көптеген өздерінің қызығушылықтарын оятатын, қолдарынан өнерлерін көрсететін, көптеген қызметтер көрсетіліп, ол кісілерге салауатты өмір салтын сақтап, уақыттарын тиімді жақсы өткізулеріне ықпал етеді. Күніне 50-60 адамдай қабылдаймыз. Бұл жерге келу үшін Түлкібас ауданының тұрғыны болуларыңыз керек. Бұл орталыққа келушілерге түрлі бағытта қызмет көрсетіледі. Атап айтқанда, денсаулықты нығайтуға арналған жаттығулар, шығармашылық және спорттық үйірмелер, психологиялық және құқықтық кеңестер ұйымдастырылған. Мұнда келушілер бос уақыттарын тиімді өткізіп қана қоймай, жаңа орта қалыптастырып, белсенді өмір салтын ұстануға мүмкіндік алады. Оңалту орталығына 1 жылдан аса келіп жүрмін. Бұл жерге келгелі бері жақсы, күшті мотивациялар алып жатырмыз. Мынау қызмет істеп жатқан қыздарға мың алғыс. Барлық неге қатысып, денсаулығымыз жақсарып жатыр. Мен Шақпақ-Баба ауылынан күнделікті келіп тұрамын осы жерге. Келгенімізге уже 2 жыл болды. Осы есікті бұсмыл деп аттап кіргеннен киімімізді ауыстырамыз да бірінші очередь давлениемізді тексереміз. Одан шығамызда йогаға 1,5 сағаттай заниматься етеміз. Одан шығып, жаңағы велосипедіміз бар, шаңғы тебу бар, беговой дорожкамыз бар, массаж жасайды бұл жерде, солевой шахта бар. Осы жерде қызмет жасап жатқан қыздардың бәріне біз үлкен алғысымызды айтамыз. Осы жерден біз көп қызмет алып жатырмыз. Біріншіден денсаулығымыз, балдақпен келіп жатқан апаларымыз бар, ол кісілердің көбісі жақсарып жатыр, Құдайға шүкір. Тек қана біздің айтатынымыз ауызбіршілік, ынтымақ, бір үйдің отбасында болып кеткенбіз бәріміз. Бір-біріміз сыйлаймыз, жақсы сөз айтамыз, тек қана жақсылыққа, амандыққа кездесіп тұрамыз біз. Ал тең қоғам орталығы мүгедектігі бар азаматтардың қоғамға бейімделуіне қолдау көрсетеді. Орталықта арнайы мамандар кеңес беріп, түрлі әлеуметтік жобалар жүзеге асырылуда. Сонымен қатар компьютерлік сауаттылықты арттыру, кәсіптік бағыт-бағдар беру секілді жұмыстар тұрақты жүргізіледі. Мына белсенді өмір сүру несіне қатысып, бәріміз осындай денсаулығымыз мықты болып, жүремей келген апалар да жазылып жатыр. Осы қызметтегі адамдарға көп алғысымызды айтамыз. Мыңда бір алғыс жемістерін көре берсін. Осы жері барлық нелер бар, іс-шара бар, шахтасы бар. Жаңа келеміз, давлениемізді өлшетеміз медбикеге. Өмір деген жақсы болып қойды. Небір апалар жүрмей келе жатқан апаларымыз шауып жүр. Осы жерден өзімнің де жүргеніме осы жерде 3 жыл болды. Мен 3 жылдай әлі келе жатырмын. Құдай шүкір, тоба денсаулығым мықты болып шауып ойнап жүрміз. Міне біздер пенсияға шыққан 60-тан асқан 65, 60, 70, 80 жастағы аналар осы жерде келіп күнделікті көңілді тексеріліп, күнде давлениемізді, жүректеріміздің соғуын, қадам басуымыздың бәрін қадағалап, жаңағы оқыған қызмет ететін қыздар, ерлер бәрі, ұлдар бәрі тексеріп отырады. Бүгінде мұндай орталықтар қоғамдағы қамқорлық пен қолдаудың нақты көрінісіне айналып отыр. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта көрсетілетін қызмет түрлері әлі де кеңейтіле түспек. Біз мына Ақсақал зейнеткерлер бәрін біз жиналып, осы жерде демаламыз. Бәрі Құдай шүкір, рахмет. Бәрі жаман емес. Бәрі жағдай бар. Шақым, сасқы бәрі бар. Құдай шүкір, рахмет бәріне. Көп рахмет. Қариялар мен ерекше жандарға қолайлы орта қалыптастыру ортақ міндет. Ал белсенді ұзақ өмір сүру және тең қоғам орталықтары осы бағыттағы игі бастамалардың бірі.